Құрметті телекөрермендер, бүгінгі әңгіме тақырыбы мүлік рақымшылығы. Өткен жылы арнайы заң қабылданып, 1 қазынан бастап басталды, және биылғы жылдың аяғына дейін рақымшылық жалғасады. Осы тақырып талқылау үшін студиямызға мәжіліс депутаты, Нұр Отан саяси партиясының фракцияның мүшесі Құттықожа Ыдырысов ағамыз шақырдық. Қош келдіңіз. Рахмет. Ыдырысов Құттықожа 1951 жылы Қызылорда облысында туған. Алматы халық шаруашылығы институтын бітірген. Әр жылдары Қызылорда облыстық қаржы басқармасы қазынашылығы және қаржы басқармасының басшысы. Қызылорда облысы әкімінің орынбасары қызметтерін атқарды. Құрмет орденінің иегері, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты. Сіздің осы мүлік рақымшылығы мәселесімен тікелей айналысатыныңызды білеміз. Өзіңіздің жалпы мынау рақымшылыққа пікіріңіз қандай, мақсаты неде? Бұның негізгі мақсаты мынау 2012 жылдың бүкіл әлемдік банк білесіздер, соның есебі бар. Олар бір есеп жасайды, болжам жасайды. Сонда мына ішкі жалпы өнімнің Қазақстандағы 19,2% мынау экономикадан жасырынды деп айтып отыр. Где-то 5 триллион теңгедей, олар енді болжамы. Ал бұндай болжамды жасаған, дүние жүзінде жасалған кезде, мысалы орталық Европаның өзінде жалпы ішкі өнім 10%-дай дейді. Ал мынау Шығыс Азияларда бұл 30%-ға дейін барады екен. Ал бұл осылардың бәрін келешек көлеңкелі экономика болмау үшін осын жасау енді ол бірінші біздікі. Көлеңке экономиканың мысалы зияны қандай сондай? Көлеңкелі экономика деген ақшаны тығып отыр. Мысалы бәрі экономикада жұмыс істейді ғой. Сонда мысалы бәрібір тиімділігі мысалы бар шығар енді қаржыны пайдаланғаннан кейін. Қалай түсіндіреміз? Оны көлеңкелі экономика деген былай. Мысалы сыртқа шығарасыз офшорный зона ақшаңызды. Мысалы төлі бірақ шығарасыз да ол бізге елде жұмыс істемейді. Қайтып келмейді. Басқа елде жұмыс істеп жатыр. Ол бір. Сосын сіз мысалы үшін ақшаңызды жасырасыз да біреудің атын, ары қарай оны пайдаланбайсыз. Көрініп отырады. Міне осының бәрі, ол бір депозитте жерде жоқ. Өзінің бір жерінде жатады. Ол бірақ өзі қылмыспен таппаған ақша, салық төлейді кейбіреулер, мысалы сөйтіп тапқан ақшасын жасырады, бірақ көрсеткісі келмейді. Міне бірінші бұл. Екіншісі, мына білесіздер қазір инвесторлар азайды. Сөйтіп екіншісі мынау біздегі ағымдағы есеп шоттарда есеп жұмысына жүргізу сол төмендеп келе жатыр. Үшінші мәселе, мынау біздегі экономикалық секторда екіншідегі банкілерінде кредиті төмендеп отыр. Экономикаға кредит төмен. Қаржысыз да өзі. 3 бағыт бойынша біздің азаматтардың қаражатын кіргізу. Енді рақымшылықта шетелдер бірінші бастаған мемлекеттер бар. Олардың тәжірибесін зерттеп көргенде қандай бір ерекшеліктер бар, қандай нәтиже? Енді Бельгияда жасаған кезде оларда $500 миллион түскен алғашқы, оның ойлағандай болмаған, 8%-дай түскен болжамында. Ал Германияда где-то оларда да түскен, жалпы оларда 20%-дай алынған. Көріп отырсыз, оларда 8-20%. Бұл Германияның ерекшелігі жасағанда алғашқыда бұлар алым деген болар. Енді оғанда қазір келерміз. Алым, соның олар алғашқысында жариялаған, аздау болған, соңғысында 3 ай қалған кезде 35%-дан жіберген. Алымды бюджетке алуға жариялап өтуді. Қайбір елдерде осындай тәжірибелері болған. Алдымызға қойған бір үлкен мақсаттар бар. 12 миллиард долларға дейін қайтарамыз деп отырмыз. Айырмашылығы неде осы 3 рақымшылық? 2001 жыл бірінші жасалды, бұда қаражатқа жасалған. $480 миллион, 3000-дай адам өзінің рақымшылық жасады. Сол кезде? Сол кезде бірінші. Екіншісі 2006-2007-де болды. Сонда 844-тен, былай нақтылап айтқанда 844-те 7 миллиард қаражат анау вообще мүлік рақымшылығы жасады. Доллар. Оның ішінде жоқ, теңге. Оның ішінде 63,7% мысалы үшін мынау жылжымайтын мүліктер. Орадағының бір 2006-2007-дегі бір ерекшелігі мынау жерге салса, оның қағазы болмаса да, соңында біз заңдастырып бердік сол кезде. Ол ерекшелік. Сондай болды. Где-то 60 миллиард теңгедей алым түсті бюджетке сол кезде. Енді сол ақшалар заңдасқаннан кейін не болды? Жаңа ақшасы бар, мүлік бар, мүлік көп. Ол өйткені келесі жылы уже салыққа қаражат төленеді. Нақтыланған, бұрын есепте болмай тұрған ауада ешқандай пайдасы болмаған. Бұл да болса жерге түскен кезде былайша есептесеңіз
бір жылына бір 10-15 ауданның бюджетіне түсетін қаражат болады екен жер. Пайдасы. Міне артында пайдасы халық сосын оның екінші жағдайы, 2006-дағы 2007-дегі сосын мынау банкіден залогқа қоюға мүмкіндік болады. Көрдіңіз? Өйткені ол заңда өзінің мүлкі, заңдастырылған. Біздің телекөрермендерге қысқаша айтып берсеңіз, рақымшылық қалай жүреді? Енді қарапайым сөзбен айтқанда. Қадыр Мырзалиевтің бір жақсы айтқаны бар. Желмен келсе желмен кетеді, елге келсе елде қалады. Міне елге келтіру. Елге келіп ашық жұмыс істеу, ол қай кезде болғанда да қылмыспен тапқан мүлікті рақымшылық жасауға ешқандай құқы жоқ ешкімнің. Ал егер жаңа айтылып кеткен қазіргі үшіншісінде, қазір біздегі осы 9-шы ақпанға 166 миллиард теңге түсіп отыр. Қазіргі кезде 166 где-то 20.265 адам өзінің несін берген өтінішін. Енді burada негізгі Астана қаласы мен Алматы облысынан болып тұр, негізгі көрсеткіш. Бұрадағы қазір жария етілгені 60 миллиардтың үстінде болып тұр, 69 миллиардтай болып тұр. Burada енді ақшалай келгенде кейбір өздерінің үлесін 700 миллионға үлес облигация бар, соны жария еткен. Сосын құнды қағаздарын 800 миллионға, сосын мынау нақты ақшасын. Ақшаны где-то есеп шотта 58 адамдай салған, 10 миллиардтай теңге. Соның өзі пайдаланған 3-3 миллиардын жұрттар, енді білесіздер, алым бар. Соның где-то жалпы келген кезде қазіргі 2-9 миллиард теңге мынау жұмыс жасап жатыр. Экономика бұл енді ұлттық банкінің есебі бойынша. Бюджетке түскені қазір 410 миллиондай бюджетке алым түсіп отыр. Міне көріп отырсыздар, қарапайым халық айтқандай жасырмау керек. Бірақ жалпы қарапайым халық қалай түсіну керек бұл рақымшылықты? Қандай жалпы қоғамға пайдасы бар? Азаматқа пайдасы бар сол тұрғыда? Міне азаматқа, қоғамға пайдасы елге келсе елде қалады деген сөз. Ол ары қарай халыққа қызмет етеді. Оның ақшасын ешкім алмайды, мемлекет алмайды. Қазір теңгемен егер депозитке қойсаңыз, 10%-ға дейін көтерді. А долларды мысалы 1%-ға төмендетті, бұрын 3 еді, 2%. Міне сондықтан да жасырмау керек. Ол ортасы өзінің семьясына да, балаларына да тәрбие болады. Ұрлықты көрсетпеудің баласы ертеңде соның ұрпағы бар ғой, келешек. Сол да мен мынаны жасырмауым керек екен, халыққа тапқан дүнием, халыққа жұмыс істеу керек. Ол өйткені ешкім алып қойып жатқан жоқ, ол тұр. Ешқандай жария етілмейді, бірақ осы еліне жұмыс істеп жатыр. Міне осы тұрғыдан жақсы түсіну керек. Рақымшылық жасау тағы бір ой туғызады. Мысалы, рақымшылыққа алып келген дүниені кезінде заңсыз біреудің атына тіркеді. Ал енді сол біреудің атына мүлкін тіркемеу мәселесі. Жақындарда Украинада арнайы заң шығарды. Мысалы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы. Бұл жерде әр завод, әр фабрика, әр акционерлік қоғам ең соңғы кім тұр, қай чиновник тұр, соны айтып жариялау міндетті екен. Мысалы, соңғы пайда көруші кім бұл компаниялар? Егер айтпаса, ертең жауапкершілік тартады екен. Мүмкін бізге де сондай бір жариялық инструменттер керек шығар, қалай ойлайсыз? Неге? Міне мен жаңағы 17 жылдан бастап барлығы өзінің декларациясын тапсыру керек. Әрбір адам. Содан ақ шығып қалады, кімдікі екен. Ол қалай өмір сүріп жатыр? Белгілі ғой. Міне содан басталады. Соған бұл дайындық жұмыс. Мен басында да айтып кеттім. Еш жасыратын еш нәрсесі жоқ. Қандай да болғанда да біреудің атында тіркеу, өзінің атына тіркеу. Жаңа айттым ғой, қылмыспен алынбаған нәрсе. Бұл да 2014 жылға дейін өзіңіз мынау білесіздер, мынау үйлер, қымбат үйлерге салықтық. Мынау біз 16 регионға жасады, 14 облыстың орталығы, 2 Астана қаласына қымбат үйлердің бағасы, налогын, салығын. Автомашина жөнінде де 3 кубтен асқанына да. Міне солардың бәрін өзінің атына тіркеу керек. Ертең басқа жағдай болғанда қалай ол алып қалады ол. Сосын бір-бірін соттасып кетіп жатқан жағдай бар. Қылмыстық жағдайға барады. Анау бір дүниеден өтіп кетсе, оның завещаниесі жоқ, берген. Анау менікі деп талас басталады. Көрдіңіз ғой, қылмыстық істі де болдырмау керек. Соны халық осын түсіру керек. Ешқандай да қорқатын нәрсе жоқ. Қандай жауапкершілік бар уақытылы рақымшылық жасамаған? Енді заңға байланысты, талапқа байланысты өзінің қаражатын жасырған адам белгілі ғой. Бұл шенеуік болсын, басқа болсын, шенеуік олар қарай жұмысын тоқтатады. Мысалы, телекөрермендер мындай сұрақ қоюы мүмкін. Енді кезінде бұл қаржы қалай табылды? Мүмкін бұл ұрлықтың ақшасы шығар. Сонда біз
ұрлық жасаған адамдардың мүлкін заңдастырып беретін болсақ, ертең сондай таза емес адамдарға қолдауымыз емес па? Ертең мысалы сыбайлас жемқорлық жасайтындар көбейіп кетпей ма? Бәрібір кейін рақымшылық жасайын деген сұрақтар болуы мүмкін. Қалай жауап берер едіңіз? Burada былай ұрлық деген жоқ, таза экономикада пайда тапқан адамдар дегені. Жаңа айттым ғой, салығын төлегенмен де ол көп ақша болғасын көрсетуге қорқады. Криминалдан қорқады. Или шетелде тұрса, мен ақшам шетелде тұрса жоғалып кетпейді дейді. Кипрде не болды? Білесіз өзіңіз. Қандай салықтар салды, ақырында жұрт ақшасынан айырылды. Сондықтан да елді істеу керек қой. Ешқандай да орада қылмыстық жолмен тапқан өз белгілі. Қылмыстылар жүр ғой. Бұл қылмысты жаңа салығын төлеген адамдар бұлардың бәрі. Бірақ өзінше шеттерге апарып орналастырып қойған. Жаңағыдай ғой. Басқа кісілердің аттарына басқа қойған, анаған қоя салған. Өйткені пайдасының көп тиетін тағы бір мақсаты бар ғой. Мына коммерциялық ұйымдарда, мысалы өзің айттың, мына ғимараттарында мен кеместе біреу алады. Ал ол кредит алайын десе аламайды. Өйткені залог басқада. Көріп тұрсыз ғой. А burada залогқа да қоюға уже мүмкіндік болады ғой. Мына коммерциялық ұйымдарда өзінің ғимараттарында қазір 2000 үстінде өздерін жария етіп жатыр. Бұл да өзінің экономикасын жұмыс істеуге жақсы ғой. Ертең ары қарай кредит алады, бизнесін дамытады. Бұл бизнесті ашуға, жұмыс істеуге өте керемет. Мынандай бір көзқарас бар. Мысалы, бүгінгі күні біз рақымшылық жасап жатырмыз. Бірақ кезінде сол ақшаны бір жолдармен алып кетті ғой біздің елімізден. Мүмкін мемлекет тарапынан осы сыртқа ақша алып кету мәселесін қатаң бақылауға қойып, немесе бір қылмыстық талаптарды күшейту керек шығар. Бұл жөнінде енді өзіңіз де білесіз ғой, қаржы министрлігінің жанынан осы қаржының асқан 5 миллионнан қадағалайтын комитет бар. Міндетті түрде ол мониторинг жасап отыр. Бұрынғыдай ондай шетке шығарып, ұрлық ақшаны шығарып кету мүмкін емес, ұрлық. Ал өзіңіздің жаңа айттым, экономикадағы бәрі табысыңызды тауып, сол офшорда ашқансыз мекемеңіз, сонда бәрін төлеп салығын, бірақ бері қарай шығармай отырсыз. Офшорға. Соны алып келу ғой. Бұл ешқандай қылмыс жоқ burada. Ал егер қылмыспен кететін ақша болса, жаңа комитет өзі мониторинг жасап отыр. Ондай жол жоқ. Қатаң болған тәртіп қойылды. Қазір айтуымызға болады азаматтарымызға. Егер кейбір чиновниктер біздің азаматтардың атынан тіркеп қойған мүлкі болатын болса, тез қазір өзіне қайтып беру керек осындай кезде. 17-ші жылы ертең талап қатты болады. 17-ші жылға дейін сіздердің аттарыңызда заңдастырған чиновник мүліктері болатын болса, қайтып беріңіздер қазір. Егер қайтып бермесеңіздер, ертең жауапкершілік сіздерде болады. Дұрыс, өте. Сондай ғой? Өте орынды. Өйткені оны шығыс жасай алмайды ғой, оны алып отыр. Ана басқа адам алып шығыс жасайды. Тұтқан жағдайын жасаймын дейді, ертең өзі талып қалады. Дұрыс айтасыз. Өте орынды. Міне сондықтан да түсіну керек, ана айту керек, айналайын ақшаңды ал, менен қой, ертең мен қаяқтан оның шығысымды көрсете аламын. Мен оны пайдаланған жоқ ол ақшаны. Сен пайдаландың. Мен қаяққа жұмсадым деп айтамын. Кән көрсете аламын бұны. Ауылда бір зейнеткер кісі атында бір завод тұр, үлкен машина тұр. Ол іш пайдаланып та жүрген жоқ, осымен де жүрген жоқ. А сонда заводтан пайда тапса да, айтады, сен бұны қаяққа жұмсадың? Көрсете алмайды ғой. Бұл мынау шенеуіктің өзі де көрсете алмайды. Ол қылмыскер болады ол кезде. Дұрыс айтасыз. Міне таза қылмыс болады. Сондықтан да ашық, егер де аттарына біреудің тіркеп қойса, бір ағайындар айту керек қазірден. Таза болуымыз керек. Сонда ғана біздің Қазақстанның мұны мәңгілік еліне біз жұмыс жасаудағы елбасында айтып отырған осы. Таза, ашық болсақ, біз Қазақстан мәңгілік ел боламыз. Құрметті телекөрермендер, бүгін бізге өте пайдалы ақпарат жеткізілді деп ойлаймын. Мемлекет бүгін рақымшылық арқылы бүкіл елге тиімді бір жақсы шара өткізіп жатыр деп есептеймін. Бүкіл қоғам осы қаржыны пайдаланатын болды. Әрі осы уақытқа дейін мүлкін заңдастырамай жүрген чиновниктер болсын, бизнесмендер болсын, қазір осы мүмкіншілікті пайдалану керек. Ал енді осы ақпаратты бізге жеткізген бүгінгі студиямыздың қонағы, мен әріптесім, сыр елінде бірге қызметтес болдық. Құттықожа Ыдырысов ағамызға шын алғысымды айтқым келеді. Рахмет.